Ресейден 50 жылға шеттетілген Нурлан Сабуров Украинаға қарсы Ресей атынан соғысып жүрген Вагнер Истра легионына 10 мотоцикл сыйлаған екен. Видеода Сабуров өз қолмен легион жетекшісіне табыстап, әскерлерге соғыстан аман-есен жеңіспен оралуын тілеп жатыр. Дегенмен кейбір дереккөздерді бұны жасанды интеллект көмегімен жасалған, яғни Сабуровтың қаралау мақсатына жасалған деген ақпараттар да бар. Ал біз видеоның өзін толығырақ тексеріп көрдік. Видео және ондағы оқиғаның бәрі рас екен. Алғаш рет Истра муниципалдық округінің басшысы Татьяна Витушеваның телеграм арнасында жарияланып, кейін 2025 жылдың 7 шілдесінде округ әкімдігінің ресми парақшасына көшіріп басқан. Дегенмен дәл қазіргі таңда Витушеваның өзі видеоны өшіріп үлгерген, бірақ бәрібір көшірмесі тарап жатыр. Бұған қоса ВКонтакте желісіндегі лента новостей Подмосковья Z паблигінде Витушеваның телеграм арнасына сілтеме жасаған Сабуров видеосы әлі күнге дейін тұр. Ал видеоның өзінде келсек, жасанды интеллект көмегімен жасалған деген тұжырымдарға қарамастан, біз ондай белгіні мүлде таппадық. Роликтің алғашқы нұсқасы сапасы өте жақсы, барлығы анық және табиғи көрініп тұр. Сабуровтың ерін қимылын айтып жатқан сөзімен дәлме-дәл үйлеседі. Оның үстіне ролик 2025 жылдың шілде айында шыққан, сол үшін де бұрынғы видеоны жасанды интеллект арқылы қайта жасаудың қандай да бір мәні бар ма деген сұрақ туады. Татьяна Витушева видеоны өшіріп тастағанымен 2025 жылдың 15 шілдеде мұрағатта сақталып қалғанын айттық. Видеоны өшіруге кенеттен журналистер мен желі қолданушылардың жаппай назар аудару себеп болса керек. Ал Сабуровтың Украинадағы соғысқа қатысты ұстанымы бұрыннан сынға ұшырап жүргенін білеміз. Жалпы сіз бұл видео туралы не ойлайсыз?